Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тренд болып жатқан, яғни хит болып жатқан жұп-жұмсақ үлпілдек сердечко пирогының, яғни жүрекше пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Пирог өте нәзік, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай 3 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Барлық қажетті заттардың тізімі және мөлшері төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Жұмыртқамыздың үстінен шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен шекеріміз аппақ болып ағарып, көтерілгенше осылай араластырамыз. Венчикпің көмегімен де араластыруға болады, тек осылай міндетті түрде көлемі ұлғайып ағарғанша араластырыңыздар. Енді кезекте сүтімізді құямыз. Содан кейін сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бөлек ыдысымызға ұн мен қопыстықшымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызды електен өткізе отырып, аз-аздан қосатын боламыз. Осылай араластырған кезде міндетті түрде ұнды аз-аз порциядан бөліп қосыңыздар. Мен осылай екіге бөліп отырып, ұнды сеуіп отырып араластырып алдым. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай да түйіршіктер қалып кетпеу керек. Енді осы араластырып алған қамырымыздан 2 ас қасығын жүрекшелер жасау үшін бөлек алып алатын боламыз. Егер үйде бояғыш болса, бояғыш қосқаныңыз әдемірек көрінетін болады. Қызыл түсті гелевый бояғыш немесе құрғақ бояғыш болса да жарай береді. Егер болмаған жағдайда осылай 1 шай қасық какао қосып, жақсылап араластырып жіберіңіздер. Егер қоюлау болатын болса, онда шамалы сүт қосып жүрсеңіз болады. Мен 1 шай қасық үстіне сүт қостым. Енді қамырымызды ыдысымызға құйып, осылай формамызға құйып алғаннан кейін алдын ала дайындап қойған какао қосылған қамырыңыздан таза шприцтің ішіне толтырып, осылай дөңгелекшелер жасап шықсаңыздар болады. Егер үйде шприц болмаса, онда қасықтың немесе кондитерлік қапшықтың көмегімен осындай дөңгелекшелер жасап шықсаңыздар болады. Осындай дөңгелекшелер жасап алғаннан кейін ағаш таяқшаның көмегімен, шпачканың көмегінен немесе зубочистка, яғни тіс шұқығыштың көмегімен осылай узор үстіне жасап шықсаңыз, сызықша қылып сызып шықсаңыз, жүрекшесі де пайда болады. Енді қызып тұрған пешке шамамен 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Пирогтың піскен-піспегендігін осындай ағаш тіс шұқығыштың көмегімен тексеретін боламыз. Егер тіс шұқығыш осындай кебу, құрғақ болып шығатын болса, онда сіздің пирогыңыз пісті деген сөз. Пирог осындай керемет болып көтеріліп шықты. Пирогты ыстық күйінде кесуге болмайды. Міндетті түрде суытып барып кесіңіздер. Міндетті түрде толық суытып барып кесіңіздер. Себебі осындай жарықтар, шамалы жарықтар пайда болады. Толық суымайтын болса, біз шыдамадық. Осылай шамалы ертелеу кесіп қойдық. Дегенмен өте керемет, өте дәмді болып шықты. Арасы толық піскен, ешқандай да піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, арасы міндетті түрде пісіп, жұмсақ керемет болып шығатын болады. Ауызға салсаңыз еритін, әрі бисквит ретінде де қолдана беруге болатын керемет пирог болып шығады. Жай ғана өзін жіберсеңіздер де өте дәмді, немесе 2-ге бөліп, ортасына крем жағып, солай ұсынсаңыз да керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алдынан бері қолдап келе жатқан көрермендерім үшін үлкен рахмет. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.